Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде, Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліп отырыңыз келсе, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Жылдам ақпарат тарады. Сейсмикалық станциялар желісі 4 қазанда Астана уақытымен сағат 17:42-те жер сілкінісін тіркеді. Оның ошағы Қазақстан аумағында Алматыдан солтүстік-шығысқа қарай 209 шақырым жерде орналасқан. Жетісу облысында жерасты дүмпулері сезілді. Олардың есептік қорытындылығы облыстың Текелі қаласында Жетісу 2 балл, облыстың Ескелді ауданының Қарабұлақ кентінде Жетісу 2 баллды құрады. Зардап шеккендер мен кратулар толады. Ақпарат болған жерде болған жоқ. Естеріңізге сала кетсек, 21 қыркүйекте алматылықтарға жер сілкінісі туралы хабарлама келген. Бұл ретте қала бойынша сиреналар естілмеді. Хабарлама алғаннан кейін мегаполистің тұрғындары мен қонақтарын көшеге шығара бастады. Кейін хабарланғанда жер сілкінісі Алматыдан оңтүстік-батысқа қарай 9 шақырым жерде тіркелді. Жерасты дүмпулерінің магнитудасы 3,8 балл құрады. Қаланың өзінде олар сезілмеді. Осыған қарамастан ескерту жүйесі автоматты түрде жұмыс істеді және ескертулер жіберді. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.